Кырым-татар тілі рус ве украин тіллерінен бері Кырымның девлет тілі оларақ белгіленсе де, Кырым-татар тілінде тасил бұрчоқ себеплерден инкишаф етмей. Канун бойынша мектеплерде аптада 3 саат ана тілі ве эдебияты öğrenilmek керек. Амма мектеп мемориеті бұл вақытны эксилтмек мақсадында чешит себеплер тушынып чықаралар. Нәтижеде мектеплерінің эксириетінде Кырым-татар тілі ескisi кебі факультатив шеклінде öğrenilе. 92-ші сенесі қабыл етілген Кырымның анаясасы Кырым-татар рус ве украин тіллеріні Cumhuriyetінің девлет тіллері кебі таныйды. О вақыт тасил үч тілде де бір севеді инкишаф етейді. Амма 98-ші сенесі қабыл етілген яны анаяса Кырым-татар тілінің девлет ве атты ресми тілі статусыны редетті. О вақыт Кырым-татар тілі оқу планларындан алып ташланылған еді. Кечкен сене апрелінің 21-де Русия президентінің сүргін етілген халқларының реабилитациясы хақында ферманы ве Кырым-татар тіліні девлет тілі оларақ танылғаныны акс еткен канун яны умыд доғырды. Ама бұл сене майыс айында Кырым парламенті тасил хақында яны канунны қабыл етті. Бұндан себеп Кырым-татар тілі мечбури шекілде öğrenilген фенлер жетвеліне көрсетілмеді. Оны тек ариза язып öğrenмеге мүмкін олды. Біз о қадар тырыштық шул канунға Кырым-татар тілі рус тілінен берабер ве украин тілі мечбури фен оларақ кірсін де, конфликт шу жерде конфликтке yol қалмай. Конфликтлер olmayacak. Егерде herkes bir şarayette o tilinde, bu tilinde öğrenseler. Yok öyle yaptılar ki devlet statusu olan Kırım-Tatar tilini mecbur olmagan diğer bu yerde azlıkın teşkil etken halkların tuğan tillerinin grupasına kırsettiler. По выбору. Ana baba özüne hakaretlegen, унижающий его достоинство ариза yazan. Менің балам ана тілінде оқысын. Кырым тасил назерлігі Кырым-татарлар оқыған мектеплер үшін махсус оқу планларыны ешлеп чықарды. Бірқач вариантларда Кырым-татар тілі фен оларақ теклиф етіле, амма бұл әрекетте вазиетні ейліштірмей. Тасил назірлігі өзіні 555-ші емірінен ішлеп чықарған методик тевсиелерге не мектеп директорлері құлақ асты, не районо ве гараноның башықлары құлақ асты. Bir mektepte desem yanlış olmaz, öyle oku planı varyantları seçildi ki, kayda Kırım-Tatar tilini ders yok. Ve çok yerlerde Kırım-Tatar tili ya fen fakultatif ya krужок şekline düşüp ketiyadır. Ayna böyle vaziyet Korбек Койның umum тасил мектебінде өкім сүрді. Мектеп müdürlігі назерліктен үйоланылған тевсиелеріні алды, амма реберлер оча ве ана бабаларға хабер етмейіп, өзлері оқу планını seçkenler. Нәтижеде бұл мектепте Кырым-татар тілі дәрслерден сон факультативі орақ öğrenilecek. Мына Кырым-татар тілі фен кібі кечірілежек, нокта оннан қойылмақ керек. То керек, факультатив. Біз оле Өзбекстанда да оле кечіредік. Ама біз енді ветанымызға келдік, 20 ел кечті біз мұнда қайтып келген. Ама бір шеден үшмей. Украина олды, Россия келді. Укум тарафтан yazılғаны чоқ, мади тарафтан. Ама статьялары да бар. Ама кім сеу статьяларын оқымай, кім сеу статьяларға бақмай. Меселе шунда ки мектеплерінің чоқсында дәрслер жетвеллері енді белгіленді. Ве Кырым-татар тілі дәрслерінің миқдарыны арттырмаға қиын olacak. Ол планлар текаран ертеже февраль, март, апрель айларында шыққан olsa, тарификация оларақ біз қолымызда силя оларақ енді беле айтқанды. Мына бұл қануларға исасланып, бүгін аптада 3 саат етмек мүмкін еді. Аризаларын топлап алып. Ләкин бүгін біз дерстен тыш иш арекет еле тіл öğrenmez. Ама позитив мисаллер де бар. Еді қойы шымдыке Ленин районының Чукул, яни Виноградная қойы мектебінде Кырым-татар тілі дерслері артты. Ама мұнда да OSASен факультатив шекілінде öğrenilе. Saatlerimiz çok ardı. Былтыр егер 3 saat olsa mektepte bu yıl 8 saat kadar oldu bizge. Pek kuvvançlı bir vakıya ben bilesem. Bizim mektep için çünkü bizim mektep evvelden birinci yerde turaydı. Çünkü talebelerinin sayısı çok idi, saatler çok idi ve bütün yerde iştirak etken talebeler bizim mektepten çıktılar.
Бу сене милли сыныфларның сайысы да эксілді. Кешкен сене 57 милли сыныф açılған олса, бу сене тек 38. Мектеп мүдирлері ана балаларны милли сыныфларға бермемеге қандыралар. Санки милли сыныфны бітірген балалар үшін университетке кірмек ве иш тапмақ чоқ маниялы олажақтыр. Ленин районының Войкова, Қыдырлес көлінде 2 милли сынып бар еді, 3 ве 7. Мектеп мүдірі отпускадан қайтып, ана бабаларын кабинетін чағырып, оларға басқы етіп башлаған, күн евел азырланған аризалардың бланкасын дарқатқан, yazыңыз отказ етіп милли сыныфтан, мен сіздің балаларыңыздың қошам рус сыныфынан, чүнки дерслетлер жоқ. Жематчыларның фікіріне көре, ана бабалар бұл меселеде қатты тұрмақ кереклер. Меджлис темсілжілері Қырым бойы юрып, о жави ана бабалар үшін топлашов кечерелер. Анда оларны тасел бойынша канунлармен таныш етелер. Меджлис тасел идаресінің рейсы имени Авамилеваның сөзлеріне көре, айны ана бабалар ана тілінде тасел бойынша ичтимаи сымарыш yapмақ кереклер. Мектеп ве акимиет есе бұл сымарышны өмірге кечіріп, балаларны ана тілінде өгретмек кереклер. Только думать и говорить о том, что мой ребенок должен изучить свой язык в образовательном учреждении или в дошкольном учреждении, да, или то, что он должен получить образование, этого недостаточно. В данной ситуации, в рамках сегодняшнего действующего законодательства, родители должны писать заявление. И поэтому мы призываем родителей до 10 сентября еще не поздно подать заявление на имя администрации школ о выборе образования, или же о выборе языка образования, или же о том, что ребенок хочет изучать свой родной язык. Еще не поздно. Кечкен сене ваде етілген Қырым татар тілінде дерслеклерні талебелер бу сене алып оламай жақлар. Қырым тәсіл назиры Наталья Гончарованың сөзлеріне көре, оларны да Қырым татар тіліне тәржеме етмеділер. Гончарованың айтқанына көре, октябрның 1-не қадар мектеплерге усул қоланмаларыны тарқатажақлар. Шындылек бу етерлі Эмин Гончарован. Bundan da gayrı Kırım'da til şınasılarını işten boşattalar. Malum ki 16 regionda Kırım tatar tili boyunca usulcularını işten boşattılar. Bu vaziyette Kırım tatarlarının akları teklenmesi hakkında Kırım hakimiyetinin beyanatları işançsız görünüyor. Faaller Kırım tatar tasili meselesini daima hakimiyetke hatırlatalar. Ama hükümet tarafından alıngan emirler ve vesikalar kağıtta kalan. Ve ana babalar tek özlerini hakaret etip ballarını ana tilinde öğretmege yalvarmağa geldi. Bu anayasa boyunca belgilengen akları için kureşmege de mecburlar.